Маңғыстау түбегінде, оның ішінде берекелі Бейнеу ауданында көрші-көлем құда-жекжат, замандас алыс жақын ағайынмен ынтымағы жарасқан, елім жерім деген ұлын ұяға, қызын қияға қондырған, уызынан жарып ізгілікті тәрбие алған шынжырлы әулет мерейлі отбасылар бар. Осындай үлгілі отбасының бірі отағасы бүгінде 85 жасқа толып, бала шағалары мен немере шөберелерінің қызығын көріп отырған қадірлі Фермебай Ережепов ақсақалды айтуға болады. Фермебай ақсақал ұлағатты отбасының шаңырағын жайқалтпай, ұл-қыздарына жоғары білім беріп, ел жұрттың іргелі шаруаларына білек сыбан араласқан, талай мықтыларды өзінің алғыр мінезімен мойындатқан жан. Фермебай Ережепұлы 1938 жылы 6 сәуірде Маңғыстау облысы Бозашы түбегіндегі Қаламқас жерінде кедей отбасында дүниеге келген. Әкесі Ережеп Шуақбаев 1900 жылы осы түбекте туған. Кедей шаруаның баласы, жастай жетім қалып нағашыларының қолында өскен. 1919 жылы, яғни 19 жасында Маңғыстау түбегінде Әліби Жангелдин келіп, интернационалдық отряд жинаған. Сол отряд мүшесі болып қабылданып, Әлібимен бірге Шалқар әрі қарай Торғайға дейін барған. Анасы Қоңырша Шуақбаева 1908 жылы Бозашы түбегінің Орта Еспей жерінде дүниеге келген кедей шаруаның қызы. 4 баланың анасы. 1950 жылдарға дейін халық жағдайы, оның ішінде Маңғыстау түбегінің елдері аш құрсақтау болып өмір сүрді. Сол қиындықтарды бала Фермебай көзімен көріп өсті. Ол кезде мектепке барып жүрген кезі болатын. Мектеп табалдырығын Шетпе мектебінде бастап, Маңғыстау ауданының Үштаған жерінде Ленин атындағы орта мектепті 1956 жылы аяқтаған. Гурьев мемлекеттік педагогикалық институтының физика-математика сызу факультетін 1961 жылы бітірген. Еңбек жолын САМ 7 жылдық мектебінде ұстаздық қызметінен бастаған. 1962-1971 жылдар аралығында Тұрышта тұңғыш ашылған САМ орта мектебінде мұғалім болып бастаған. Бұл ең қиын қыстау кезеңнің жалғасы болатын. Өте қиын қыстау кезеңнің өзінде бізді сол қиын қыстау жерге жіберді. Ондағы мақсат бізден халықтың арасына саналықты жеткізу бізге тапсырма. Халықтың арасына адамгершілікті ояту, халықтың арасына ауызбіршілікті ояту. Міне осының бәрі біздің мұғалімдер қауымына тапсырылды. Міне соның арқасында балаларды әкелдік, интернатқа тәрбиеледік, аппақ қылып жуындырып, халық бізге сенетіндей қылып қойдық. Интернаттың ішінде аппақ киіммен аппақ төсекте жатқан балдарын көргенде халық бізге балдардың сеніммен әкеліп береді. Ол уақытта кейбір балдар сабаққа жібермей қалатын мезеттер еді. Ал сондай дәрежеге жеткеннен кейін САМ мектебі дейтін мектеп атағы шыға бастады. САМ орта мектебінде 61 жылы мен 70 жылдың арасында жұмыс жасаған оқытушылар туралы жақында мен кітап жазып шығардым. Сол кітапта түгел жазылды. Екеуміз бар ойымыздағы шындығымызды сол жерде жаздық. Бұл машина жол жоқ. Машина осы тұрған мына Бейнеуден мына тұрған Ақжүртке 3 күн батып жорға жетесіз. Тұрыс дейтін жерге бару үшін 2-3 күн уақыт керек. Машина жоқ. Ода біреудің газик заман машинасы. Мына тұрған пойыз жол ол уақытта жоқ. 1971-1975 жылдар аралығында Ақжігіт орта мектебінде директордың орынбасары, 1975-1987 жылдары Бейнеу аудандық оқу бөлімінің инспекторы, оқу бөлімінің меңгерушісі болып жасаған. Осы кезде Бейнеу политехникалық колледжінде IBM оператор мамандығының өндірістік оқу шебері болды. 1987, 1989 және 1990-1994 жылдары халық депутаттар аудандық кеңесіне депутат болып сайланған. Қазақ СССР халық ағарту ісінің озық қызметкері төсбелгісімен, еңбек ардагері медалімен, Қазақстан Республикасының құрметті азаматы, Қазақстанның халық ағарту ісінің үздігі, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген ардагер ұстаз, Бейнеу ауданының құрметті азаматы, ұлағатты ұстаз, Маңғыстау облысына 35 жыл, Маңғыстау облысына 40 жыл, Астанаға 20 жыл төсбелгілермен наградталған. Мен шәкіртімнің ең аяғы жаңағы 70-тің үстіне шығып отырған шәкіртімнің соңғы жағы осы еркінмектер.
Алдыңғы жақтар дейтін доктор Ноу, анау Қараев дейтінді білесің, Баймағамбет, кім еді? Дүйсенбаев, Баймағамбет дейтіндер, екеуі де біздің Тұрыш мектебінен бітірген. Біз 7-8 совхоз директорын дайындап шығардық. 40 шақты дәрігер дайындап шығардық. Біз 10 жылдың ішінде 50-60 ұстаз дайындап шығардық. Фермебай Ережепұлы мектепте оқып жүріп спортты жанына серік еткен. Ол кездері саралап киетін аяқ киім, спорттық киім түрлері болмаған. Соған қарамастан ұйымдастырылған түрлі жарыстарға қатысып жүретін. Биіктікке секіруден ешқандай әдіс айласын білмесе де жүгіріп келіп тік секіріп, 1 метр 60 сантиметр биіктікті бағындырып, 100 метр жерге жүгіруде табиғи дарындылық болса керек. 12 секунд уақытқа жүгіріп, ұзындыққа секіруде 4 метр 70 сантиметр көрсетіп көзге түскен. Жалындаған жастық шақ, бокс, волейбол деп таңдамайтын, ұнатқан спорт секцияларына қатыса беретінін тілге тиек еткен даңқты спортшы Әмин Тұяқов пен Фермебай екеуі бірге халықаралық жарыстарда қатар жүгіріп, талай топ жарған. Бала кезіміз шетте дейтін жерде өтті. Сол бір мектепте оқыдық. Сенің ағаң Сәбитпен екеуміз бір класты жедік. Одан кейін 50 жылдардың ортасында сен де мен де Гөріктің пединсына түстік. Пединсына жүргенден кейін спортпен айналыстық. Менің жолым болған бұлар, мен үлкен спортқа ауыстым. Мақсудың балдарының азамат болуына, олардың жоғары оқуына түсуіне көмектесті. Міне бүгін қартайып, үлкейіп, 85 дейтін жасқа келдің. Балдарың ер жетті, азамат болды, өрісің кеңейді, Маңғыстау биіктеді, дүниесінде белгілі болды. Мақсудың жігіттері қазір үлкен жұмыстардың арасында жұмыс істеп жатыр. Әрине, сол жұмыс жатқан жігіттердің кейбіреулері мүмкін сенің оқушыларың. Ұрпақтар сабақтастығы үзілген жоқ. Оқушылар мен ұстаздар арасындағы қарым-қатынас жоғары деңгейде. Тәлім тәрбие алған шәкірт ұстаздарын ұмытсын ба? Оқушысының жан дүниесін түсіну, бойынан тек жағымды қасиеттерді көре білудің өзі өнер. Сам орта мектебінің алғашқы түлектерінің бірі Еркінбек Оразбаевтың пікірінше, Фермебай Ережеповтің тек Бейнеу ауданы ғана емес, қала берді Маңғыстау түбегінде спорттың дамуына қосқан үлесі орасан зор. Тіпті аймақта дамыған спорттың қай түрі болмасын, Фермебай ақсақалдың есімімен тікелей байланысты. Фермебай аға біздің класс жетекшіміз болды. 5 жыл менің класс жетекшім болды. Бұл адамдардың келуіменен, жалпы сол уақыттағы біздің мектептегі ұстаздардың келуіменен, жаңағы кісілердің өмірден өтіп кеткендері бар, Сам өңіріне мәдениет, өркениет, спорт, жаңалық, соның барлығы осылардың келуімен келді деп толық айтуға негіз бар, және оны менің басқа да қатарларым сол уақытта сол мектепте бірге оқыған, бұрын бітіріп кеткен, бізден кейін бітірген азаматтардың барлығы да оны қуаттап айта алады. Мен тіпті айтар едім, менің сөзімді растайтындар көп болатын шығар. Жалпы Маңғыстау өңіріне тек қана самға емес, спорттың негізін қалаған осы кісі деп айтуға толық негіз бар және болады. Бұрын біздің жерімізде болмаған әдетте жаңағы екі бас киімімізді екі бұрышқа қойып, доп тебетін, волейбол ойнайтын, тас лақтыратын, жүгіретін, секіретін, орынлық барлық жердегі тән спорттың түрлері біздің жерімізде дамымаған, біз бұрын тіпті білмеген баскетбол, қол добы, диск лақтыру, гранат лақтыру деген сияқты спорттың барлық түрлерін енгізген осы кісі. Шәкірттің ұстазынан үйренгені көп, еңсесі биік шағын елдерді қалыптастырып, ұрпағының бойына ұлтының салт санасын сіңіріп, адал еңбекке баулып, ұлды имандылыққа, қызды инабаттылыққа шақыра білу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Әрбір отбасы қоғамның айнасы екенін ұмытпау керек. Ал отбасы әрбіріміз үшін қадірлі ұғым, шаңырақтың беріктігі, жас үлкендердің үлгі өнегесі, өзара сыйластық пен қамқорлығына әлбетте байланысты. Мен шәкірті есебінде бұл кісілерді күні бүгінге дейін пір тұтамын.
сыйлаймын, біз аға дейміз, ағай дейміз, жаңағы өздеріңіз көрген, ол кісілердің берген тәлімі, ол кісілердің берген тәрбиесі, ол кісілердің айтқан ақылдары күні бүгінге дейін біздің есімізде, соны осы уақытқа дейін біз азық қылып келе жатырмыз деуге толық болады. Мен оны толық айта аламын. Әке көрген оқ-жанар, шеше көрген тон пішер деп ата-бабамыз бекер айтпаған. Әкенің жолын қуған ұлы Нұрболат бүгінде Бейнеу аудандық спорт мектебінде баскетболдан аға жаттықтырушы. Текті әулеттің ізгі дәстүрін жалғастырған мерейлі отбасы. Әкем енді оны былай жаңағы айтсам, енді жақсы қасиеттері, ерекше қасиеттері өте көп. Біз кішкентай кезімізден сол жаңағы әкеміздің тәрбиесімен өстік қой. Енді жаңағы сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді бәрі де сол әкенің несінен беріледі деп, қаннан таралады деп. Енді біздер де сол тәрбиелеп, үйретіп, енді сол кісінің біліммен, сол рухани біліммен жүрікті. Біздердің енді сссрдың заманында оқыдық қой, біздің кезімізде ол бәлеңгедек, біздің кезімізде оқыған қазір кітаптардың бірде-біреуі жоқ қой. Қазақ әдебиеті де жоқ, тарихта жоқ, соның бәрі, бірақ сол әкеміздің сол берген өзінің үйреткені, тәрбиесі. Енді менің әкемнің өзі бітірген физика, математика бітіргенмен бұл кісі спортты өте жақсы сүйген кісі. Біздің енді былай қарасам, біздің семьямыз түгел спортпен айналысамыз. Мен де қазір спорт мектепте сабақ беремін. Менен кейінгі қарындасым да мектепте мұғалім. Енді біз естілгеннен бері бұл әкемнің біздер бұрын көшіп келген кездегі білемді, Ақжігіт мектебінде ол кезде кішкентай бала болдық қой. Ол кезде жоқшылық қой, жоқ, ештеңе жоқ деуге болады да сол кезде. Фермебай Ережеповтің оқушылары көптеген салаларда еңбек етіп жүр. Бірі жеке шаруашылық, енді бірі мемлекеттік қызмет саласынан сүрінбей өткен. Солардың бірі Нағим Оңғарбаев. 4-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін білім алған ол, Сам орта мектебін бітірген екінші қарлығаштардың бірі. Биыл 74-ке толған ол 40 жылдан астам ғұмырын мұнай-газ саласына арнаған, жер асты терең қабатында жатқан мұнай көзін табушы, геолог барлаушы, бұрғышы. Бүгінде зейнеткерлікке шыққанына қарамастан, Маңғыстау түбегінде жуырда румындық компания ашуға білек сыбана кіріскен. Фермебай Ақсақов мен үшін алғашқы танытқан әліппені oldu. Әліп танытқан адамгершілікке болған білім берген ұстаз ретінде өзінен Фермебай ағайлар бұл физика, математика бітіргенмен де бұны жаңағы физматтың бітірген адамдар көп болған соң бұл негізінде спорт, дене тәрбиесі сабағынан әдістерін үрдіс жүргізді. Шындығында Фермебайдың ағайдың сол спортқа дегендегі мықты болды, құлшынысы. Мен әуелден де білем, аяқ болды өзімнің сол 56 жылдар мектептегенде ұштағанда, сол кезде бізде сол ұштағанда тұрғанбыз. Сонда жаңағы мықтылығымен мектепте көзге түскен спортқа, ұзындыққа секіруден деп естіп едім. Биіктікке секіруден, жылдам жүгіруден 100 метрлік 11 секундта деп естігенмін. Сол кезде жаңа бір таңертең гимнастика тұрғызады, Ғизат Жұмабай дейтін ұстаз сол таңертең гимнастика кезінде балдарға жүгір. Ал жүгіріңдер, тоқтамай жүгіріңдер, өзі күн тұман болса керек. Соның артынан жүгіріп отырып балдардан айырылып болған ғой. Соның жаңағы алдыңғы жүгірушілердің бір Фермебай деп естіп. Сонда мінезде болып тұрған бермекен. Фермебай Ережеповпен бірге 68 жылдан бері таныс, әлі күнге дейін ажырамас дос, әріптесі, құрмет белгісі ордені, Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері, Кеңес одағы және Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының халық ағарту ісінің үздігі Бақыт Балов. Маңғыстау түбегінде 30-шы жылдары ашаршылық пен қуғын-сүргін болғаны тарихтан белгілі екенін айтады. Сол бір қиындық қыстау заманда Сам мен Матай құмдары құлазып бос қалған. Кейін малға жайлы шөбі шүйгін бұл жерлерге үкімет қаулысымен Ақтөбе облысының Байғанин ауданының шаруашылықтары қоныстана бастайды.
Соғыстан кейінгі жылдарда Маңғыстау ауданының шаруашылықтары өркендеп, мал басының өсуімен 1948 жылы сам құмының бір бөлігі Маңғыстау ауданына кері қайтарылып, сол босаған жерлерге ауданның мал фермалары орналаса бастаған. Ол кезде бүкіл сам өңірінде тұрыш жерінде Байғанин ауданының 7 жылдық мектебі ғана болатын. 1950 жылы сам құмының оңтүстік бөлігіндегі Қызыл әскер жеріне мектеп салып, бала оқыту үшін сонау ойдан бала шағасын атқа мінгізіп, үй жүктерін түйеге артып, білім саласының ардагері марқұм Көшекең Қалауов келген еді. Ол өзінің ерекше еңбекқорлығымен келе сала балшықтан кірпіш құйып, ең алғаш сам құмында 2 сыныптық бөлмесі бар мектеп салғаны ел аузында аңыз боп қалды. 55 жылы Маңғыстаудың балдары, ол мезгілде Маңғыстауда мектептің өзі 3 мектеп бар. Таушықта, сосын Бозашыда, содан кейін Ұштаған Ленин орта мектебі дейтінде. Тау бойының балдарын бөліп жатқанда, біз Шетпенің балдары болып, осы Ленин орта мектебіне оқитын болдық. Жаңағы Ұштағандағы. Соны 10 класс оқуға келдік. Келгеннен кейін сол Шетпеден 13-14 бала келдік. Бір бөлме берді. 4-5 кровать бар. Енді 14-15 барамыз. Ол мезде кровать жоқ. Бір кроватьқа екеуден жатамыз. Болмаса тіпті екі кроватьты қосып жібереміз де 14-імізді 4 кроваттың ішінде жатамыз, кілең аяқтасып, бір көрпенің ішінде. Сондай заман, оның үшін айтқан отта. Бірақ бір стол бар, 2 томпішкі бар, сол томпішкіде кітаптарымыз араласып жатады. Осындай. Сонда бір енді бөле келген мезгілде, мына Перебай кровать екеуміз бір кроватьте жататын болдық. 10 класс оқимыз, осыны айту керек. Біз ренжіскеніміз жоқ, бір-бірімізге кейгеніміз жоқ. Біріміздің, шынын айтқан уақытта, бір-бірімізге көмектестік. Ол мезгілдерде көмек дейтін сырт киім, іш киім, әсіресе аяқ киім. Ботинка баса, екеуміз түске дейін анау киіп келеді, мынау киіп келеді деген сияқты киімдеріміз осындай болды. Фермебай Ережеповтің Бейнеу ауданының әлеуметтік экономикалық, әсіресе спорттың дамуына қосқан үлесі орасан зор екендігін аудан әкімі Бейнеубек Әбілов те растап отыр. Бүгінде 80-нің 5-еуіне шықса да, қоғамдық шараларға қатысып жүрген жайы бар. Енді Ережепов Фермебай ағамыз туралы көп нәрсе айтуға болады. Біздер енді бала кезімізден ағамызды көре қалдық. Көптеген атағы бар ағамыздың. Ауданда осы жалпы аудан 73 жылы құрылды. Биыл 2023 жылы ауданның 50 жылдығын атап өткелі отырмыз. Осы Фермебай ағамыз осы ауданның аудан болып қалыптасуына, саяси, экономикалық дамуына зор үлес қосқан азаматтардың бірі. Енді өмір бойы бұл азамат ұстаздық еткен жалықпас деген, әлі күнге дейін осы біздерге берері көп. Ағамыздың ақыл кеңестері бар. Біз әрдайым енді ол ағамызбен кездесіп тұрамыз. Енді ауданымызда ұстаздардың ұстазы дейтін бірнеше азамат бар. Соның бірі Ережепов Фермебай ағамыз. Мұғалімдер көп, ұстаздара демекші. Осы Фермебай ағамыз өзінің білім беру саласының дамуына, ауданның жалпы үлкен бір өзінің үлесін салды. Содан кейін бару, енді жалпы білім беру саласының, спорт саласының дамуының іргетасын қалаушылардың бірі деп айтуға болады. Ғасырлар бойы халқымыз отан отбасынан басталады деген ұғымның тамырын тереңдетіп, ұрпағының ұлттық тәрбие мен рухани құндылықты бойына сіңіріп өсуіне ерекше мән берген. Өйткені мәртебесі биік, мұраты асқақ мемлекет қашанда берекелі отбасынан құралады. Мейірім мен жанашырлық, татулық пен түсіністік орнаған шаңырақта ел дегенде елгезектік танытатын рухы мықты ұрпақ өсіп жетіледі. Бастысы мұндай отбасылар бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастырады. Осылардың қатарына бүгінгі кейіпкерімізді жатқызуға толық негіз бар дейді аудан әкімі. Енді өмірде біздер кездескен кезде ағамызға көптеген сұрақтар қоямыз. Менің бір енді есімде қалғаны, ағамызға спорттың қандай түрімен айналысқан жақсыға, қай спорттың төресі деп айтуға болатын кезде ағамыздың айтқаны, спорттың атасы жеңіл атлетика, жүгіру керек. Жүгірген адамның ағзасы, бойы, денсаулығы аяғына байланысты деген, сондықтан жүгіріп тұруға кеңес берген. Ағамыздың сол кеңесін орындаудамыз. Біз де жастарға бүгінгі таңда
сол өзіміздің ағамыздан естіген кеңестерімізді беріп отырамыз. Қазір осы Қазақстан цифровизация дейтін бағдарлама қабылданды. Сол цифровизацияның біздің аудандағы алғашқы қарлығаштардың бірі деп айтуға болады. Себебі жаңағы екі колледж құрылған кезде сол жерде информатика пәні мұғалімі, жаңашылдықты жақсы көретін, жастармен де жақсы тіл табысатын кісі, бойында сондай бір керемет қасиеттер бар. Енді көптеген өзінен кейінгі аға бола білген, өзінен кейінгі жеткіншектерге. Содан кейін енді жанұясында үлгілі спортшылар, жанұясында да ұл қыз тәрбиелеген Сәния апамыз екеуі, осы мен Пермебай ағамыз маған тікелей сабақ бермегенмен, енді жаңағы үйдегі апайымыз, менің алғашқы ұстаздарымның бірі, мектепте осы білім берген бізге, сондай жанұя. Пермебай Ережеповтің ұл-қыздарынан өрбіген немере жиендері көз қуанышы болып жүр. Айналасындағылардың барлығымен сыйластығы жарасқан, барыс келісі үзілмей келе жатқан, өрісі кеңіп, бақытты шақта күн көшіп, ұл-қызына шуақ шашқан, ұрпақ ұйтқысы бола білген отбасы, үнемі жақсылық ойлап, жақсымен қанаттас қонған, өрелімен сабақтас болған Пермебай ақсақал өзін бақытты жанмын деп есептейді. Өмірге әрқашан ризамын. Өмір дейтін дұрыс. Өмір адамның қолынан жасалатын нәрсе, адамның еңбегімен жасалатын нәрсе. Әрбір адам бақыттылықты өзі жасайды. Өмірге адам риза болмауы мүмкін емес қой. Өмір дейтін адам өзінің қолынан жасалатын нәрсе ғой. Мен өзім жасаған өміріме ешқандай риза емеспін деп айта алмаймын. Алла тағаланың берген 6 перзентін мына кісі тауып берді. Оның біреуі Алла тағала өзі кейін сұрап алды 44 жасында. Ең кейін одан мындай 3 немерем қалды. Алланың берген бәріне ризамыз. Міне бүгін 85 жасқа келген уақытта біздің қатарымыздың ойлап қарасақ, өмірден кейде ерте кеткендері бар. Бірақ оның артында ұрпақ қалды, ұрпақ жалғастырады істеген істеріңізде. Міне бүгін 85 жасыңда елдің ортасында, ағайын тұманның ортасында өткізіп жатырсың. Құдай Алла тағала жаныңа жамандық бермей, елдің бейілдігіңменен, азаматтығыңменен елдің алдында жұмыс жасай бер, балдарыңның қызығын көр. Бір ғана мерейлі отбасының өмір жолы осындай. Қазақта орны бар оңалар деген халық даналығы бар. Бүгін Пермебай Ережеповтің 85 жасқа толуына орай үлкен дастархан басында бүкіл ұрпағымен осы атаулы күндерді атап өтуде. Ұстаздан ұлағат шықпай, ардақтылар алдымызда аман жүрсін.